1 наурыз алғыс айту күні мерекесі мектебімізде ерекше аталып өтуде. Таңертеңнен бастап мектеп фойесінде дастархан жайылып, оқушылар ұлттық киімдерін киіп, көктемнің алғашқы мерекесін бір-біріне алғыс айтып бастады. 1 наурыз алғыс айту күніне орай Финбридж Райхан мектебінің 11 сынып оқушылары мен жетекшілерінің ұйымдастыруымен мерекелік шара өтті. Көктемнің алғашқы мерекесіне орай мектеп фойесінде дастархан жайылып, қонақтарға ұлттық тағамдар ұсынылды. Алғыс айту күні құтты болсын. Я хочу сказать спасибо всем, кто помогает нам в этой школе развиваться, помогает нам достичь самого лучшего будущего для нас. Хочу сказать спасибо администрации школы. И я надеюсь, и также учителям, и персоналу нашей школы, также ученикам, которые создают самую лучшую атмосферу для нас. Я надеюсь, что с каждым днем у нас будет все больше поводов благодарить друг друга. И каждый день мы будем начинать с улыбкой и говорить спасибо друг другу и говорить о том, как мы для друг друга на самом деле важны. Спасибо большое для всех, и я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Шара барысында оқушылар мен ұстаздар бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, ризашылықтарын жеткізді. Мектептің академиялық директоры Бану Леспек қызы барша қатысушыларды мерекемен құттықтап, алғыс айтудың маңыздылығына тоқталды. Құрметті оқушылар, бүгінгі келіп жеткен алғыс күні құтты болсын барлықтарыңызға. Бүгінгі осы бір керемет мерекені сіздермен бірге мектепке келгелі тойлап жатырмын. Барлықтарыңызға рахмет. Ұжымның осындай ұжымдылығына рахмет, сыйластықтарыңызға рахмет, оқушылардың осындай тәртіпті және өнегелі болып өсіп келе жатқанына, білім сусынмен маңыздалып келе жатқанына көп рахмет. Ізгі ниетпен Бану Леспек қызы сіздерді барлықтарыңызды жақсы көреді. Мерекелік іс-шара көтеріңкі көңіл күй мен шынайы алғыстарға толы болды. Мұғалімдер мен оқушылар бір-біріне ризашылықтарын білдіріп, көктемнің алғашқы мерекесін ерекше ықыласпен атап өтті.